Сәлем достар! Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз сатылы бөлшектер. Оны түсіндіру үшін есепті шығарудан бастайық. Бірінші бізде берілген бөлшек. Бөлшектің алымында 4-тен 3-ті көбейту қажет 3-тен 2-ге. Және осы көбейтіндіні бөлуіміз керек 6-тан 5-ге. Осындай берілген бөлшектерді сатылы бөлшек деп атайды. Бұл бөлшектерді есептеу үшін алымындағы 2 жай бөлшекті көбейтуіміз қажет. Бұл жерде 3 пен 3 қысқарады, екеуі де 3-ке. Және 4 пен 2, екеуі де 2-ге қысқарады, 2-ден 1. Сонда бізде қалады алымында 2-ден 1. Енді 2-ден 1-ді бөлуіміз керек 6-тан 5-ге. Ал бұл дегеніміз бөлшекті бөлумен алматы жазатын болсақ, 2-ден 1-ді бөлу керек 6-тан 5-ге. Яғни алымындағы бөлшек ол бөлінгіш болып табылады, ал бөліміндегі бөлшек бөлгіш болып табылады. Олай болса, бірінші бөлшек өзгермейді. Бөлу көбейтуге ауысады да 6-тан 5-ге кері бөлшек 5-тен 6-ны көбейтеміз. Бұл жерде 2 мен 6 қысқарады 2-ге. Сонда бізде бұл өрнектің мәні 5-тен 3-ге тең. Енді осындай сатылы бөлшектер қосу азайту амалымен де берілуі мүмкін. Мысалға, екінші жағдайды қарастырайық. 2-ден 1-ге қосайық 3-тен 1-ді. Және бөлімінде 4-тен 3 болсын. Бұл жағдайда бөлшектің алымындағы 2 бөлшекке ортақ бөлім табамыз. Ортақ бөлімі 6 болады. 2-ге толықтауыш көбейткіш 3-тен, ал 3-ге толықтауыш көбейткіш 2-ден. Сонда алымында 3-ге қосамыз 2-ні, 5 болады. Яғни 2-ден 1-ге 3-тен 1-ді қосқандағы мәні 6-тан 5-ге тең. Енді 4-тен 3. Енді бөлшекті бөлу амалымен алмастырамыз. 6-тан 5-ді бөлеміз 4-тен 3-ге. Немесе 6-тан 5-ді көбейтеміз 3-тен 4-ге. Бұл жерде 6 мен 4 екеуі 2-ге қысқарады. Сонда бізде қалады 3 жердегі 3-ін бөлімі 9, алымы 5-ті 2-ге көбейткен кезде 10. Алынған санымыз бұрыс бөлшек, аралас санға айналдырсақ 1,9-дан 1-ге тең. Келесі енді есебімізді сәл қиындатайық. 3-ші тапсырма. Бөлшек. Бөлшектің алымында 6-тан 5-тен азайтайық 3-тен 2-ні. Ал бөлімінде бізде 4-тен 1-ге қосайық 3-тен 1-ді. Енді бұл жерде алымы мен бөлімін қатар орындауға болады. Яғни алымындағы 2 бөлшекке ортақ бөлімін табамыз, және бөліміндегі 2 бөлшекке де ортақ бөлім табамыз. Сонда алымында 6 мен 3-тің ортақ бөлімі 6 болады. Ал 5-ге толықтауыш көбейткіш 1-ден, ал 3-ге толықтауыш көбейткіш 2-ден. 5-тен азайтамыз 4-ті 1-ге тең. Енді 4-тен 1-ге қосайық 3-тен 1-ді. Бұл жердегі 2 бөлшектің ортақ бөлімі 12-ге тең. Ал 4-тің толықтауыш көбейткіші 3-тен, 3-ге 4-те. Алымын 3 пен 4-тің қосындысы 7-ні жазамыз. Сонда бізде мәні алымындағы 6-тан 1-ді бөлуіміз қажет 12-ден 7-ге. Олай дегеніміз, бірінші бөлшекті өзгертпейміз, 6-тан 1-ді көбейтеміз 7-ден 12-ге. Яғни 12-ден 7 бөлшегіне кері бөлшекті. 6 мен 12 екеуі де 16-ға қысқарады, 1 және 2 қалады. Сонда бұл өрнектің мәні 7-ден 2-ге тең. Келесі енді 4-ші мынандай бір мысалды қарастырайық. 4-ші мысал. Бөлшек бірінші 1-ге қосайық бөлшекті. Ал бөлшектің бөлімінде 2 қосылған, тағы да бөлшек, 1 бөлінген 3 қосылған, 3-тен азайтайық 4-тен 1-ді. Ал бұл бөлшекті шығару үшін бізге ең кіші бөлшектен, яғни 3-тен азайту керек 4-тен 1-ді. Кейін оны 1-ді бөлу керек сол шыққан мәнге, осыдан кейінгі мәнді 2-ге қосу керек, кейін 1-ді бөлу керек сол бөлімдегі шыққан мәнге. Есептелген мәннің кейін барып 1-ге қосуымыз қажет. Олай болса, қалған бөлігін жазып шығамыз. 1 қосылған бөлшек, 1, 2 қосылған
1. Ал 3-тен азайтсақ 4-тен 1-ді, біз 3-ті 2,4-тен 4 деп жаза аламыз. Олай болса 4-тен 4-тен азайтамыз тек 4-тен 1-ді. Сонда қалады 2,4-тен 3. Енді бұл жерде бізде 1 қосылған, алымында 1, 2 қосылған 2,4-тен 3 бізде араластан, оны алдымен бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 1, 4, ал 2-ні 4-ке көбейтсек 8, 3-ті қоссақ 11. Келесі, енді бізге 1-ді бөлу керек 4-тен 11-ге. 1 қосылған, 1, 2 қосылған. Бұл жерде 1-ді бөл 4-тен 11-ға дегенімізді оны бөлек есептеп алайықшы. Сосын келесі жолы бөліп қарастырмаймыз. 1-ді бөлеміз 4-тен 11-ге. Бұл дегеніміз 4-тен 11-ге керіс санды жазғанмен бірдей. Яғни 1-ді көбейтеміз 11-ден 4-ге. Сонда мәні 11-ден 4-ге тең болады. Сонда 2-ге қосамыз 11-ден 4-ті. Ал бізде 1 қосылған, бөлшек 1. Ал бөлімінде 2-ге натурал санға бөлшек санын қосса, оны біз 1-ден 2,11-ден 4 деп жаза аламыз. Енді бөліміндегі 2,11-ден 4-ті араласанды бұрыс бөлшек түрінде жазамыз. 1 қосылған 1, яғни бөлімінде 11. 2-ні 11-ге көбейтсек бізде 22, 22-ге 4-ті қоссақ 26. Ал енді 1-ді бөлейік 11-ден 26-ға, яғни 11-ден 26-ға 1-ден кері бөлшекті жазамыз деген сөз. Яғни 1-ге қосамыз 26-дан 11-ді. Ал натурал санға бөлшек санды қоссақ 1,26-дан 11-ге тең. Біз сіздермен қарастырдық сатылы бөлшектер тақырыбын. Келесі кездескенше сау болыңдар.